Бүйректің негізгі қызметі қанды ағзада жиналған токсиндерден тазарту, ал ең көп таралған бүйрек ауруы несептас ауруы. Бірақ көбінесе бұл ең құнды орган сәтсіздікке ұшырайды. Дегенмен ең жақсы шешім әрине алдын алу болып табылады. Бұл видеода мен сіздерге біздің өмір салтымыздағы бүйрекке зиян келтіретін әдеттер мен қателіктер туралы айтып беремін. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл өте пайдалы және қызықты болады. Сонымен, бүйрек өте маңызды орган, өйткені олар біздің қанымызды детоксикациялауға жауапты. Кейде біз бүйрегіміз ауырмайынша ол жайлы ойламаймыз да. Біздің күнделікті әдеттеріміздің көпшілігі оларға үлкен зиян келтіруі мүмкін. Мысалы, өте жаман әдеттің бірі кіші дәретті ұзақ уақыт бойы ұстап тұру. Кіші дәретке бармай ұзақ уақыт жүруіміз. Мұндағы ұсыныс анық. Егер сіз дәретханаға барғыңыз келсе, дереу дәретханаға барыңыз. Өйткені мұны ұзақ уақыт бойы жасасаңыз, бұл бүйрек жеткіліксіздігінің дамуына әкелуі мүмкін, және бұл денедегі судың да электролиттің де алмасуының жалпы бұзылуына әкеледі. Бүйрекке өте зиянды келесі әдет ақуызды артық жеу. Көптеген адамдар бұл туралы ойламайды, бірақ шын мәнінде тым көп ақуыз зиянды. Менің ойымша бұл туралы айту маңыздырақ, өйткені біз кейбір диетологтардан немесе әуесқойлардан салмақ жоғалтуға арналған басқа диетаны ұсынарда сіз барлық көмірсулардан, барлық майлардан құтылуыңыз керек және ақуызды жеңіз деген кеңестерін жиі естиміз. Бұл қате пікір. Ақуыз бауырға да бүйрекке де үлкен жүктеме болып табылады. Ақуызды шамадан тыс жеу қауіпті, өйткені ақуыз бүйрек арқылы шығарылатыны белгілі. Сондықтан егер біз ақуызды тым көп жесек, онда біздің бүйрегімізге жүктеме арта түседі. Бұл сондай-ақ уролития ауруының даму факторы болуы мүмкін. Сондықтан ақуызға абай болыңыз. Бұрын дене салмағының әр килограммына 2 грамм ақуыз тұтыну туралы ұсыныстар болған. Яғни егер сіздің салмағыңыз 60 келі болса, онда сіз күніне 120-180 грамм ақуыз жеуіңіз керек еді. Бұл ұсыныстар енді төмендетілді. Енді дене салмағының әр килограммына 1 грамм ақуыз жеу керек. Егер сіз спортпен қарқынды және көп айналыссаңыз, денеңіздің әр килограмм үшін күніне 1,5-2 грамм ақуыз жеуге болады. Бірақ көп емес, ақуызды артық жеуге болмайды. Бұл ешқандай пайда әкелмейді, тіпті зиян келтіреді. Бүйректерімізді бұзатын келесі нәрсе тұзды асыра пайдалану. Әрине тұзды кейде ақ өлім деп те атап жататынын білеміз. Тұз зиянды және тұз мөлшерін азайту керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әдетте 4 граммнан аспайтын тұзды тұтынуды ұсынады. Әрине азырақ болғаны жақсы, дегенмен біздің өмір салтымызға байланысты бұл қиын болуы мүмкін. Өйткені біз тұзды барлық тағамға қосарымыз анық. Біз дайындаған тағамды ешқашан тұздамауды әдетке айналдыруымыз керек. Алғашында қандай да бір ыңғайсыз болып көрінуі мүмкін. Тұзды емес тағам біртүрлі және дәмді емес сияқты. Алғашында бұл шынымен солай болып көрінеді. Бірақ бір қызығы, бір аптадан кейін сіз оған үйреніп, бұл туралы ойлауды доғарасыз. Тамағыңызға аздап тұз қосқаннан кейін, бірден бұл тағам шамадан тыс тұздалған сияқты болып көрінеді. Демек, қантқа да, тұзға да тез үйреніп кетеміз. Көп тұздасақ, тұзды нәрсеге үйренеміз. Аз тұздасақ, аз тұзды нәрсеге оңай үйренеміз. Тұз тек бүйрекке ғана емес, жүрек тамыр жүйесіне де кері әсер етеді. Бүйрегімізге зиян тиетін келесі нәрсе ауыз суға немқұрайлы қарау. Бүйрек үшін су ішу керек. Шай емес, кофе емес, сыра емес, шырын емес, жеткілікті мөлшерде су ішуіміз керек. Сонымен қатар су мөлшерінің тепе-теңдігін сақтау қажет. Қандай мөлшерде қай уақытта су ішу керек? Ол жайлы алдағы уақытта жеке видео шығады. Себебі су тақырыбындағы мәселемен айтылатын әңгіме өте көп. Бүйрегімізге зиян келтіретін келесі нәрсе суық. Бүйрекке шынымен суықты ұнатпайды. Сондықтан суық және ылғалды жерде отыру қауіпті. Көшеде суықта ұзақ болу немесе суық суға түсу қауіпті болып саналады. Сондай-ақ ауырсынуды басатын дәрілерді шамадан тыс пайдалану бүйрекке теріс әсер етуі мүмкін. Олар әсіресе бүйрек ауруы бар адамдарға ұсынылмайды. Өйткені синтетикалық препараттар бүйрек пен басқа мүшелерге де өте жағымсыз әсер етеді. Ал тым ұзақ пайдалану бүйрек жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін. Әрі қарай жүрейік. Ішімдіктің бүйрекке кері әсері бар екені бәріне аян деп ойлаймын. Егер мен бұл бейнеде ол жайлы айтпасам, сіз комментарийде неге алкоголь туралы айтпағанымды сұрар едіңіз. Сондықтан алкоголь бүйрекке зиян екенін айта кетейін. Бірақ егжей-тегжейлі айтпасам да бұл бәріне түсінікті деп ойлаймын. Бір қызығы, темекі шегу бүйрекке де кері әсер етеді. Өкпеге ғана емес, бүйрекке де. Оның үстіне көптеген дәрігерлердің пікірінше, темекі шегу бүйрекке зиянды әсер ету дәрежесі бойынша алдыңғы орындарда. Бүйректер қандағы токсиндерді кетіруге жауапты болғандықтан,
Бұл темекі шегу бүйрекке қосымша жоғары жүктеме тудырады. Сондай-ақ кофені шамадан тыс тұтыну, бірақ бұл жай ғана кофе емес, жалпы кофеин екенін айту керек. Және оны шайда, әсіресе көк шайда табуға болады. Көк шайда қара шайға қарағанда кофеин көп. Шын мәнінде көк шайда кофедегідей кофеин бар. Сондай-ақ какао бұршақтары мен кейбір басқа препараттарда кофеин бар. Және әрине артық кофеин біздің бүйректерімізге жүктемені қайтадан арттырады. Отырықшы өмір салты туралы бөлек айта кеткен жөн. Бір қызығы, жаттығу жүрек тамыр жүйесіне ғана емес, бүйрекке де оң әсер етеді. Өйткені физикалық белсенділіктің жетіспеушілігі сөзсіз қанның тоқырауына әкеледі. Бұл жағымсыз әсер етеді, ал кез келген физикалық белсенділік ішкі органдарды қанмен қамтамасыз етуді жақсартады және жалпы дененің саулығын жақсартады. Сонымен достар, біз бүгін өмір салтымыздағы қандай әдеттер мен қателіктер бүйрегімізге зиян екенін білдік. Видео пайдалы болса лайк басып, достарыңызбен бөлісе кеттіңіз. Арнаға тіркеліп денеміздің сырын бірге ашайық.